жүрген ай күні, тамсанып таңдай қаққан бар ғалам. Асқақтап тұрған айбыны, қазақтың сенсің байлығы, аспан мен жер арасын жалғаған. Мен үшін арман болған, мақсат еткен айтыскер ақын болып отырмын. Адам үшін мен ниеттенсе жетеді екен, жеттік, Құдайға шүкір. Енді айтысу оңай емес, ән айту қиын. Бала кезімде айтыскер ақын болуды армандағам. Әншілікті қатар алып жүрген ақын болып жүрдім да, сол бірте-бірте өзгеріп бара жатыр ғой деймін. Енді ақындықты қатар алып жүрген әнші болып бара жатырмын ғой деймін. Тай кезден ақ түстік қой талас топқа. Шалғарға жас тоқалдан берсек па дей, жандармен жүлді жағын қараспақпа. Әу демейтін қазақ жоқ деген сияқты, әрбір қазақтың өзі қанын тексеретін болса, бәрінде бір талант, бәрінде өнер бар сияқты. Нағаш жағымызда да бар, өзім жағымда да жеткілікті. Есімде 4 жасымда кәсім шалбарды біреуден сұрап, сонымен туфли табылмай, кроссовка кигізгенде мен ең бірінші сахнаға шығатын кезім. Сонда бұлданып жүрмін, оны кимейді, кәсім шалбармен кроссовка дедім. Әкеме еріп 4 жасымда шықтым. Ары қарай ән айтып жүрдік, кейін 6-шы класстан бастап оқушылар айысына қатысып бастадық. Қалайша төрт тұяқты тең алмаймын, шебері емеспін бе мен ондайдың. Әкем арнап әдемі әзіл айтқан, жәкеңе өлеңімді мен арнаймын. Айтыста жүргеніме бір 5-6 жылдай болды. Нұр Мұқасан тобында Мұқасан ағама қатты еліктегім. Кішкентай кезімде. Айтыста жүргенде де көп ақындарға еліктедім. Жұман Шексенұлын жақсы тыңдайтын. Музартты тыңдаған кезде жылап қалатын. Ең бірінші альбомдар шықты, кассета болып. Керек, еліктеу керек. Сөйтіп жүріп, адам өзін табатын шығар өнердің. Жай-жай енді, Құдай қаласа. Есен Жүсіп деген музыкальный продюсерім бар. Музыкалық ән таңдау жағында да көбінесе әкем көмектеседі. Төлеп Төрәлі өз жетекші маған. Өмірде әкем өнерде ұжым деген сияқты. Бір бала өте туады, бір бала жете туады, біреу кері кете туады деймі. Қай әке өзінің баласын биіктен көргісі келмейді. Сол тартқанға, сол жетектегенге еріп тұратын, албышып тұратын бала керек. Біріншіден, ол кісінің қолдауының кемісі жоқ. Біз мүмкіншілік еріп үлгіріп жатсақ айтыр. Барлығы сол кісінің септігімен. Мен өзім жасаған ештеңе жоқ бүгінге дейін. Айтыр, елдің алған ықылас, халықтан алған бата, халықтан алғанымыз қайтадан халыққа береміз ғой жауап. Дертеміп жүдеп, өртеніп жүрек, қабаржып қабат, мұңданам неге, бір жарған сезім, нұрланған кезім, өткен күн қолым, бұлғаған беді, бір кем дүние, жалған дүние, біреу
зор арман дүние, бір кем дүние, жалған дүние, біреуге бақ, біреуге зор арман дүние, жалған дүние. Көбінесе солардың пікірлеріне жүгінеміз, солардың талғамдарымен. Өзіме де ұнаған әндерді аламын. Шымберген Сүлейменов, Қайнар Алагөзов, Құрал Молжанов, Ринат Заитов бар ақындардан. Осындай ақын, сазгер, аға бауырларымызбен шығармашылық байланыста. Өзім көп жазбаймын өзім. 2014 жылы шығармашылығым үшін өте табысты жыл болды. 4 бірдей бейне баян түсірдік. Құдай қаласа 2 ән жинақ шығады, альбом. Алла қаласа, ешқандай өкпе жоқ, барлығы керемет болды. Ән қоржынымда осы 2 бейнебаян шығарамыз деп жатырмыз. Соның алдында бір ән жинақ шығып қойған. Іздеме деп аталады. Ішінде 14-15 шақты әні бар. Келесілері 20 шақты әнмен шығады. Жүрегімде қалды сыз неге, сіз қалдырды сол бір қыз неге, үмітіңді маған іздеме, іздер болсам енді іздеме. Өмір теңіз жаным бізге ме, қосылмады біздің із неге, жазда қыста көктем күзде де іздеме. Алдағы жоспар. Осы 2 ән жинақ шығарғаннан кейін тағы бір ән жинаққа дайындалып жатырмыз бұйырса. 2015-ке тағы да бейне баяндар бар, Құдай қаласа. Менің шығармашылығымдағы қуанышты күндердің куәсі болыңыздар, Құдай қаласа. Көзіңнің көргенін ай көктен гүлім, төккен нұрым, менің мөп-мөлдірім. Бар сырым дүниенің жасырғандай, қасың қандай, жансың асылғандай. Мың 1992 жылы Қызылорда облысы Байқоңыр қаласында дүниеге келген. Қызылорда облысы Төретам кенті деп айтып жатады, қыстағы деп айтады. Әлемге әйгілі жер-кендігі Байқоңыр. Туған жерім Байқоңырға арнап бір ән жаздық, соған бейнебаян түсірдік. Көңілге қонысы да ең бір сәтті шыққан бейнебаян сол деп білемін. Мен Қазақстанды қатты сүйемін. Қатты жақсы көремін. Мен осы елді туғаныма мақтанамын.
Басқа елдерде жүрген кезде, салыстырып қараған кезде, сол кезде түсінесің қадірін, елдің. Жұртшылық аман болсын. Әр қазақтың шаңырағына шаттық тілеймін. Отбасыларыңызда амандық болсын. Жасай берейік, жайнай берейік. Көгінде күлген ай күні, тамсанып таңдай қаққан бар ғалам. Асқақтап тұрған айбыны, қазақтың сенсің байлығы, аспан мен жер арасын жалғаған. Бақ беріп алла бармақтай, ғарышкер тоқтар талғаттай, өзіңнен ұшты қазақ алыбы. Ол өлкем менің ұлыман, ұшырып алғаш зымыран, Қазақстанды әлем таныды. Байқоңырым елім менің еңселі, жүрегіммен сүйемін мен сені. Байқоңырды жеркендігі деуші еді, бүкіл әлем құрметтесін сені. Бойында аққан дариясы, дана қоябыз қариясы, жұрты бар жақсы жайсаң жайдары. Анасың маған сен отан, ұшырған мені төретам, қасиетті қармақ шаймағын. Тілегімдесің туған ел, жүрегімдесің туған жер, түспесің көктен қазақ байрағы. Шаһарым сенсің шаттанар, өзіңмен қазақ мақтанар, жасай бер мәңгі ғарыш айлағы. Байқоңырым елім менің еңселі, жүрегіммен сүйемін мен сені. Байқоңырды жеркіндігі деуші еді, бүкіл әлем құрметтесін сені. Байқоңырым елім менің еңселі, жүрегіммен сүйемін мен сені. Байқоңырды жеркендігі деуші еді, бүкіл әлем құрметтесін сені. Қараспақ бар. Әу демейтін қазақ жоқ деген сияқты, әрбір қазақтың өзі қанын тексеретін болса, бәрінде бір талант, бәрінде өнер бар сияқты. Нағаш жағымызда да бар, өзім жағымда да жеткілікті. Есімде 4 жасымда кәсім шалбарды біреуден сұрап, сонымен туфли табылмай, кроссовка кигізген да, мен ең бірінші сахнаға шығатын кезім. Сонда бұлданып жүрмін, мынаны кимейді ғой кәсім шалбармен кроссовка деп. Әкеме еріп 4 жасымда шықтым. Ары қарай ән айтып жүрдік, кейін 6-шы класстан бастап оқушылар айсына қатысып бастадық. Қалайша төрт тұяқты тең алмаймын, шербері емеспін бе мен ол
жәкеңе өлегімді мен арнаймын. Айтыста жүргеніме бір 5-6 жылдай болды. Нұрмұқасан тобында Мұқасан ағама қатты еліктегем. Кішкентай кезімде. Айтыста жүргенде де көп ақындарға еліктедім. Жұман Шексенұлын жақсы тыңдайтын. Музартты тыңдаған кезде жылап қалатын. Ең бірінші альбомдар шықты, кассета болып. Керек, еліктеу керек. Сөйтіп жүріп, адам өзін табатын шығар өнердің. Жай енді, Құдай қаласа. Ішінде 14-15 шақты әні бар. Келесілері 20 шақты әнімен шығады. Алдағы жоспар. Осы 2 ән жинақ шығарғаннан кейін тағы бір ән жинаққа дайындалып жатырмыз бұйырса. 2015-ке тағы да бейне баяндар бар, Құдай қаласа. Менің шығармашылығымда қуанышты күндердің куәсі болыңыздар, Құдай қаласа. Есен Жүсіп деген музыкальный продюсерім бар. Музыкалық ән таңдау жағында да көбінесе әкем көмектеседі. Төлеп Төрәлі өз жетекші маған. Өмірде әкем, өнерде ұжым деген сияқты. Бір бала өте туады, бір бала жете туады, біреу кері кете туады деймі. Қай әке өзінің баласын биіктен көргісі келмейді. Сол тартқанға, сол жетектегенге еріп тұратын, албышып тұратын бала керек. Біріншіден, мен ол кісінің қолдауының кемісі жоқ. Біз мүмкіншілік еріп үлгіріп жатсақ әйтеуір. Барлығы сол кісінің септігімен. Мен өзім жасаған ештеңе жоқ бүгінге дейін. Әйтеуір елдің алған ықылас, халықтан алған бата, халықтан алғанымыз қайтадан халыққа береміз ғой жауап. Дертеміп жүдеп, өртеніп жүрек, қабаржып қабақ, мұңданам неге, бір жарған сезім, нұрланған кезім, өткен күн қолым бұлғаған беді, бір кем дүние, жалған дүние,
көбінесе солардың пікірлеріне жүгінеміз, солардың талғамдарымен. Өзіме де ұнаған әндерді алам. Шымберген Сүлейменов, Қайнар Алагөзов, Құрал Молжанов, Ринат Заитов бар ақындардан. Осындай ақын, сазгер аға бауырларымызбен шығармашылық байланыста. Өзім көп жазбаймын өзім. 2014 жылы шығармашылығым үшін өте табысты жыл болды. 4 бірдей бейне баян түсірдік. Құдай қаласа 2 ән жинақ шығады, альбом. Алла қаласа, ешқандай өкпе жоқ, барлығы керемет болды. Ән қоржынымда осы 2 бейнебаян шығарамыз деп жатырмыз. Соның алдында бір ән жинақ шығып қойған. Іздеме деп. Көгінде күлген ай күні, тамсанып таңдай қаққан бар ғалам. Асқақтап тұрған айбыны, қазақтың сенсің байлығы, аспан мен жер арасын жалғаған. Мен үшін арман болған, мақсат еткен айтыскер ақын болып отырмын. Адам шынымен ниеттенсе жетеді екен, жеттік, Құдайға шүкір. Енді айтысу оңай емес. Ән айту қиын. Бала кезімде айтыскер ақын болып армандағам. Әншілікті қатар алып жүрген ақын болып жүрдім да, сол бірте-бірте өзгеріп бара жатыр ғой деймін. Енді ақындықты қатар алып жүрген әнші болып бара жатырмын ғой деймін. Әзіл айтып жағаш бақпа, тай кезден ақ түстік қой талас топқа. Шалғарға жас тоқалдан берсек ба деп жандарбек жүлді